Өткенде ойда жоқта туған інім үйленем деп шум шығарды. Жоспарда жоқ еді негізі. Бірақ күнде үйленем деп шықты. Қоя тұр, дайын емес, жынды ма? Келінді қай қалып келесің? Өзіміз 16-дан бір бөлмеде тұрып жатырмыз, дедім. Білесің ғой, сен өзің үйге сыймай, кришада кептелдермен өмір сүріп жатқан жоқсың ба, дедім. Сөйтсем болмай, жоқ, үйленем, үйлендірмесеңдер пойыздың астына түсіп өлем, деді. Онда әке-шешемізге барып айтайық, дедім. Сонымен бірінші анамызға барып айттық. Мама, дедім, мына балаларың үйленем деп жатыр. Үйлендірмесеңдер пойыздың астына түсіп өлем деп жатыр, дедім. Сөйтіп мамашқа жіберді әңгімені. Менікі жолда қалды. О, сорлы, пойыздың астына түсіп өлсең, сені морг қалып кетеді ғой. Сен о жақтан шығарып алатын, бізде ақша жоқ. Пока ақша табамыз дегенше, сен о жақта пазап жатсам сатылып кетесің ғой, деді. Миыңды ғана ешкім алмайтын шығар, деді. Оның үстіне қонағаңа палау пісіргенге күріш қымбат. Белмешел пісіргенге елден ұят. Соңғы сапарыңа капустадан борщ жасап шығарып салайық онда, деді. Сөйтіп еді, інім жылап жіберді. Өмір өстіп айтасыңдар, жоқтан басқаны айтпайсыңдар, өзімнің жинап жүрген ақшам бар, өзім үйленем деп. Өзімнің жинап жүрген ақшам бар дегенді естіді да, мама сразу өзгерді ғой. Құрсын әкесің әкеш келінді. Мен де бір демалайыншы, деді. Момент өзгереді ғой. Сонымен інім келінді алып келді. Бәріміз қиқулап түсіріп алдық. Ал енді құдалардың ауылына кім барады деген мәселе. Келіннің өлтірісін апаруымыз керек қой, қалың малдың. Наличка ақшасы бар, бір қойы бар, анау мынауы. Сонымен құдалардың ауылына әкемнің туған інісі Қайрат ағам, мен баратын болдым. Қайрат ағам сөйлейді, ішеді, мен шофер. Сонымен келіннен адресті сұрайық деді. Келінжан, Алматының өзінде тұрасыз ба деп ек? Иә, деді. Точно адрес деп ек? Ұзынағаш, деді. Алматының тура ортасында тұрады екенсіз ғой, дедім. Бәрі күлді, келіннен басқа. Сонымен не керек, міндік мәшінеге тарттық Ұзынағашқа. Қайрат ағам екеуміз зырылдап отырып кеп қалдық құдалардың ауылына. Адрес бойынша келдік, қарасақ, забор ашық тұр екен. Прямой қораларына мәшинемен кіріп бардық. Заттарды түсіруіміз керек қой енді. Сонымен машинадан секіріп түсіп, заттарды түсіріп жатыр ем, Қайрат ағам, қоя тұр, деді. Ой, бірінші біліп алайық, деді. Бұлар бізді қарсы ала ма, жоқ бізді атама, деді. Атамасын десіз. Ой, бұндайда неше түрлі жағдайлар болған, кім біледі, деді. Кегеніме жайлап, өкіне бастадым. Сөйтіп баққанда үйден бір кішкентай бала жүгіріп шықты. Үйде кім бар? Ешкім жоқ, деді. Әке-шешең қайда? Базарға кеткен, қазір келеді, кіріңіздер үйге, деді. Сонымен Қайрат ағам айтты. Далада тұра бергенше жайлап үйге кіріп тұрайық, қазақпыз ғой, деді. Сонымен үйге кірдік. Үйге кіріп, үйдің ішіне бір көз жүгіртіп өттік. Жақсы. Залтамға дастархан жасақ болған екен, өлтіріп тұрып. Бізге жайылған дастархан ғой енді. Сонымен дастарханды көрді да Қайрат ағам айтты. Кіре берісте қақиып тұра бергеніміз ұят шығар. Аяқ киімімізді шешіп адам құсап кіріп тұрайық, деді. Сонымен аяқ киімімізді шешіп, залтамға кіріп, жайлап дастарханның бір шетіне барып отырдық енді. Жоқ, дастарханға тиіскен жоқ, біз әшейін қарап отырмыз. Қазы-қарта, акарашка, салаттар. Бізге қарап, торымыз екесіңдер деп тұрған сияқты. Сонымен жолдан қарнымыз ашыңқырап келген. Бәрібір бізге жайылған дастархан ғой енді деп, қарап отқанша қалқып отырайық деп, тоқаштан тістеп, лепешке сындырдық енді. Болмады жо. Жоқ, былай шли дастарханға тиіскен жоқпыз. Бізде де ұят бар, бізде де мәдениет бар. Бізде культураны білеміз. Мен өзім бір лепешканың ортасын ғана аштым да, чимча салат пен крахмал салат салдым. Сөйтіп сухой болмасын деп әшейін 4-5 колбаса мен сыр салдым. Сөйтіп сол салған нәрселерім төгіліп қалмасын деп әшейін шет-шетін қазылармен тіреп 5-ақ рет қайталап жедім, болды. Бұлай шли дастарханға тиіскен жоқпыз. Ар жақта Қайрат ағамда түйіліп аққан. Сонымен аузымыз қурап шөлде бөліп баратқан соң, кола ашқанымыз ұят шығар енді деп қымыз құйып іштік, болды. Сөйтіп аққанда үйдің егелері де келді, келіп бізбен амандасып, қал жағдай сұрасып, кімсіздер деді. Сонымен Қайрат ағам айтты. Сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегендей, сол 2 жас жарасып, қазір 2 ауылдың арасын алтын көпір салып жатыр, қыздарыңыз бізде деді. Сөйтіп еді, қандай қыз деді аналар? Қандай қыз не? Сіздердің қыздарыңыз? Келіннің аты кім еді деді. Гүлназ дедім. Гүлназ деген қыздарыңыз деп еді. Бізде Гүлназ деген қыз жоқ деді. Қалай? Гүлназ деген ол Нартбай деген кісінің қызы. О кісілер келесі көшеде тұрады. Олардікі көше, біздікі переулок. Бүгін бізде туған күн, қазір қонақтар келу керек деді. Акарашканың санын мүжеп отқам ғой. Не жұтарымды, не құсарымды білмей қатып қалдым. Сөйтіп үйдің егесі қарап тұрды да, жұта сал енді деді.
Сонымен ойбу айып етпеңіздерші дедік. Кешіріңіздер, қателік бізден болыпты. Дұрыс олардікі көше, сіздердікі переулок екен ғой. Кешіріңіздер деп екеуміз кешірім сұрап шығып баратыр ек. Менің аяғым плинтусқа шалынып қалды да, қалтама үйіп алған кәмпит шоколадтар төгіліп қалды. Бездік екеуміз. Машинаға отырдық та тайып баратыр ек, үйдің егесі айқайлап қалды, естіп қалдым. Әй, баратқан үйлерің орысша сөйлейтін кісілер орысша білетін бедіңдер деп. Әй, бара көреміз дедік. Сонымен зырылдап отырып, бұл жолы таза адрес бойынша келдік енді. Бұл жолы шатаспай келдік. Қарын тойды уже қызық болмай қалды. Сонымен адрес бойынша келдік, кеп қарасақ, забор жабық тұр. Калитканы ғана ашып қойған екен. Жайлап кірдік. Кіріп қарасақ, бір әйел қораны сыпырып жүр екен. Не де болса шешесі осы дедік. Сонымен Қайрат ағам айтты, "Я бұл жолы сен басташ" деді. Мақұл, бастасам бастайын дедім. Несі бар оны дедім де бастадым. Сәлематсыз ба құдағи? Күшті киініп апсыз. Сіздерде қыз бар, бізде күйдіргі бар. Сол 2 жас жарасып, 2 ауылдың арасына алтын көпір салып жатыр дебем. "О чем вы говорите? Вообще не поняла" деді. "Спокойной ночи" дедім. Сөйтімді Қайрат ағама, "Көке, өзіңіз көрмесеңіз, мен орысшаға нөлмін" дедім. Сөйтіп Қайрат аға, "Менің орысшам нормально" деді. "Көріңіз онда" дедім. Сөйтіп Қайрат ағам айтты, "Құдағи" деді, "У вас доча, у нас сына. Они сейчас авария" деді. "Еще мост золото" деді. Алтын көпір дегені ғой енді. Сөйтіп еді, "Какой авария, какой мост, о чем ты болтаешь" деді құдағи Қайрат ағама. Қайрат ағам күйіп кетті да, "Ты пошел вон, скажи, муж иди сюда" деді. Құдағи, "Кто пошел вон" деді, Қайрат ағама қарай мышық құсап атылды ғой. Әйелдердің үйтіп атылғанын никогда көрмеген Қайрат ағам құдағиды бір-ақ ұрып ұзыннан құлатты ғой. Ұзыннан түсірді. Сөйтіп аққанда үйден құда жүгіріп шықты ғой. Жүгіріп шықты да, "Ой, спасибо вам большое" деді. "Я всю жизнь мечтал, чтобы она так упала" деді. Сонымен Қайрат ағам айтты, "Ой, еще раз могу" деді. Сонымен "Вы кто" деді. "Ой, енді бұған түсіндіру керек". Айттық, "Ей, ваш дождь, у нас залог, мы куда деді. "Кто куда" деді. "Ей, никуда". Түсінді бірақ құда. "Наш Гүлназ у вас, вы кудалар" деді. "Да" дедік. "Заходите домой" деді. Соны айтсайшы, қарын аша бастады же. Сонымен құдағиды су шашып оятып алдық. Құдағи сабасына түскен, алдымызда дастархан жасап зыр жүгіріп жүр ғой. Құдаға ырза болдық. Өте ақ көңіл кісі екен. Бізге орысша анекдоттар айтып, біз қай жерде күлетінін білмей, анекдотын айтып болып, анасы жайлы өлең оққанда күліп отырыппыз ғой. Сонымен алып келген ақшамызды бердік, қойымызды қораларына кіргіздік. Ондай ақша дүниені көрмеген екен, ауыздары аңқиып, құдағи тағы бір құлап алды. Сонымен төс қағысып құда болдық ана жерде. Жап жақсақ кісілер екен, өзіміз сияқты ақ көңіл қарапайым кісілер екен. Главный 2 жас бақытты болса болды емес пе? Қазақта сөз бар ғой, "Жүргізсең де билікті мың кісіге, бөленсең де дүние түлкісіне, шіркін-ай, оның бәрі жетпейді екен 2 жастың бақытты күлкісіне" деп. 2 жас бақытты болса болды. Сіздердің дидар көрмедік. Рахмет.